Елімізде науқасқа алғаш рет бір мезетте 2 операция қатар жасалды. Ол гибридті операция деп аталады. Яғни бірнеше техниканы қолдану арқылы ұлттық ғылыми медицина орталығының мамандары мұнда ем шараны тұңғыш рет қолға алды. 40 жастағы бұл науқас осыдан 1,5 ай бұрын геморрагиялық инсульт алған. Мидағы артериовенозды мальформация жарылып, салдарынан беті қисайған, оң жақ қол аяғы әлсіреген. Әдетте науқас бірнеше кезеңде операцияны қажет етеді. Ал гибридті технология арқылы науқасты бір мезетте сауықтыруға болады. Енді мысалы науқас 2 рет жасап, 2 рет ашқан кезде оның операцияның, наркоздың қауіп-қатерлері барлығы жоғарылайды. Оның кейін сіз 1 рет жасап, 2-ші рет операция жасағанда да ол және қанауы мүмкін. Мамандардың сөзінше бұл ауруды емдеу өте күрделі. Ауырлығына қарай 5 дәрежеге дейін жетеді. Ал бұл науқаста артерия мен вена артық ақаулы тамырлар арқылы қосылып кеткен. Оның үстіне ақаулы тамыр тым тереңде орналасқан. Жарылған жағдайда адам өміріне аса қауіпті. Бұл науқастар көп жағдайда сырт жаққа кетіп жатады. Мысалы Россиядағы баруы мүмкін, Еуропаға баруы мүмкін. Қазір елімізде осы эндоваскулярды түрлерін жасайтын, ол өте көп. Ашық түрде жасайтын науқастарды біз осы өзіміз бастап жасап жатырмыз. Жалпы құн жағынан 4 миллион үстінде. Шетелде ота жасау бізден 7-8 есе қымбат, ал бұл операция мемлекеттік квота арқылы тегін жасалды. Енді науқастың инсульт алу қаупі 98-100%-ға дейін төмендейді. Айта кетейік, артериовенозды мальформацияны ашық микрохирургиялық операция жолмен кесіп алу қазір елдегі санаулы клиникада жасалады. Ал мұқтаждар саны өте көп дейді мамандар. Мәселен, әлемдегі 100 000 адамның 12-сі осы дертпен ауырады. Амангелді Еркін, Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.